Алланың Саттар деген есімі бар. Алла тағала біз айыбымызды ашқанға дейін айыбымызды ашпайды екен. Құдай айыбымызды ашпасын, бауырлар. Сол үшін болса керек, пайғамбарымыздың хадистері көп, маған бірақ жүрегіме ұнаған бір хадисі осы кезге дұрыс кеп тұрғаны. Бір пенде Құдайдың алдында, бүкіл адамның алдында қияметтің шақырылады екен ғой. Дүйім ел тұршы, адам атадан, номер первый адамнан, ең соңғы сол адам атаның ұрпағына шейін тұр екен ғой. Халық ше, топырлап тұрған кезінде адамды шақырып алады екен де, бір адамды. Мынау жасаған сауап амалдарың, мынау сенің жасаған күнә амалдарың деп алдына кітапты қойып, ал оқы дейді екен ғой. Сол кезде ана ұялғаннан бірінші сауап амалдарын оқып бастайды. Масаттанып тұр ғой, енді халыққа мақтанып. Таусылады ғой ол да. Бір уақытта күнә амалдары келіп бастаған кезінде оқу керексің ғой бәрібір. Оны сен істедің ғой, басқа ешкім емес. Сол кезде әлгі адам өзінің күнәсін оқыған сайын төмендеп, өзі көгеріп, бойы аласарып, тығылатын жер таппай дірілдеп кітабын оқып бітіреді екен. Оқып бітіріп көзін ашса, Алланың алдында бір өзі тұр дейді. Аллахым дейді екен, менде бір сауал шықты. Қандай сауал? Раббым, мен сауап амалдарымды оқып атқанда бүкіл халықтың алдында едім. Күнә амалдарымды оқып атқан кезімде жалғыз тұр екенмін. Бұның сыры неде дейді? Сонда Алла тағала, мен Саттар емеспін ма? Мен жасырушымын ғой. Сен сол күнәні жасағанда бір ауыз сөзің маған ұнады дейді екен. Қандай сөз дегенде, Раббым, мен саған қандай күнә жасасам да, саған надандықпен, кәпірлікпен, қарсылықпен жасамадым. Бәлки өзімнің жамандығымнан жасадым. Өзімнің ақмақтығымнан жасадым. Сен мені жасыршы дейтін едің ғой дейді. Мен сені жасырдым дейді. Сонда әлгі адам еңкілдеп жылап тұрған кезінде әлгі қара амалдарының бәрі өшіп жоқ болады дейді. Таң қалған кезінде Алла тағала айтады екен, ей пендем, менен қорыққан екесін, жәннат сенікі, бәрін кештім дейді екен. Өйткені Құранда сөз бар. Мен хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава фа иннал джанната хиял мауа. Кімде-кім Раббысының алдында тұрудан қорқып, Құдайдың алдында тұрудан қорқсаң ертең, бүкіл амалыңды арқалап Құдайдың алдында тұрудан қорқатын болсаң, және де нәпсіңді тыя білсең, ол кісінің баратын жері жәннат. Қорытып айтатыным, бауырлар, сабырлықтың мағынасы жауапкершілікті түсіне білу. Жауапкершілік деген иығымызда жүк бар, соны көтере білсеңіз, әрбір айтқан сөзің, әрбір айтқан ісің, соның бәрін сіз есептеумен жүрсеңіз, ертең есеп қисап болмай тұрып, мен өзімнің есебімді беріп алайыншы десеңіз, біреуге ренжу, біреуге ашуланудың нәрсесін бәрін ұмытасыз. Сізге біреу жамандық жасап жатса да, ана кісіге жаныңыз ашиды. Ертең мынаның көтеретін жүгі ауырлап жатыр ғой деп, сіз қиналасыз қайта.